Армысыздар, тікелей эфирде ақпарат, студияда Қонысбек Терегұлы. Мемлекет басшысы таеквондодан әлем чемпионы Бейбарыс Қабыланды құттықтады. Ол таеквондодан 21 жасқа дейінгі жастар арасында әлем чемпионы атанды. Бейбарыс Қабыланды Кенияда өткен байрақты бәсекеде еліміздің мерейін үстем етіп, Қазақстан тарихында таеквондодан алғашқы алтын жүлдені жеңіп алды. Спортшының алар асуы бағындырар биігі көп болуына тілектеспін, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. 87 келіден жоғары салмақта өнер көрсеткен жерлесіміз Африка құрлығында өтіп жатқан жарыста финалға дейін Үндістан мен Түркия, Иран спортшыларын түзеп өктірді. Ал ақтық сында Оңтүстік Корея спортшысы Ян Жуйонды ұтты. Бұл оның мансабындағы ең ірі жеңіс. Жер қойнауын заңсыз пайдаланғандар лицензиясынан айырылуы мүмкін. Бүгін Сенат тиісті заңды бірінші оқылымда талқылап жатыр. Барлау үстіне үлес қосамын деген инвесторларға біраз жеңілдікте қарастырылмақ. Қазір әріптесім Жанел Нұрболатқызы парламенттен тікелей эфирге қосылуға дайын. Жанел, геология саласына тағы қандай өзгерістер енгізіледі? Қонысбек, енді Қазақстаннан пайдалы қазба тапқан инвестор оны әрі қарай барлап игере алуы мүмкін. Жаңа заңға аз зерттелген аумақ деген ұғым енгізілді. Оған солтүстік Қазақстан, Зайсан, Балқаш және елдің шығысы мен орталығы кіреді. Инвесторлар тек осы аймақтардағы пайдалы қазбаларды игере алады. Қазір ұлттық компаниялардың иелігінде 53 участке бар. Соның 20% ғана игеріліп жатыр. Ал заң қабылданса, геология саласы ілгері басады дейді депутаттар. Сондай-ақ елге шамамен 1 миллиард доллар көлемінде инвестиция тартылуы мүмкін. Бұдан бөлек, бүгін депутаттар әкімшілік әділет және норма шығару туралы заңды бірінші оқылымда қарайды. Құжат негізінен мемлекеттік органдар мен азаматтардың арасындағы даулы мәселелер жайлы. Енді әділетсіз шешім шығарған құзырлы мекемелерге шағым түсіру жеңілдейді. Бұрын азаматтар әкімшілік сотқа бір, азаматтық сотқа бір жүгініп уақыт жоғалтатын. Енді шағымдардың басым бөлігін тек әкімшілік сот қарайды. Қонысбек, әзірге менде бар ақпар осы. Алдағы шығарылымдарда тарқатып айтам. Рахмет, Жанел. Жалғастырамыз. Сіз туралы біреу әлеуметтік желіде ғайбат айтып немесе жалған ақпарат таратса не істейсіз? Алдымен қажетті дәлелдерді жинау керек, яғни жазбалар мен жарияланымдардың скриншоттары заңды түрде жазылған аудио немесе видео жазбалары куәгерлердің деректері мен телефон нөмірлерін айғақ ретінде пайдалануға болады. Одан кейін өтініш жазу қажет. Жиналған құжаттарды және жеке куәлік көшірмесін өтініш порталы арқылы полицияға және прокуратураға жолдайсыз. Жазбаша түрде де беруге болады. Айта кетейік, кез келген адам туралы оның ар-намысына, қадір қасиеті мен беделіне нұқсан келтіретін жалған ақпарат таратқандар жазаланады. Яғни 3 миллион теңгеден астам айыппұл салынады. Оның мөлшері ақпараттың таратылған тәсіліне қарай өзгереді. Жаһан жаңалықтарымен жалғастырамыз. Өзбекстанда дәмханалардың бірінде жарылыс болып, 3 адам қаза тапты. Тағы 30-ға жуық тұрғын күйік шалып ауруханаға жеткізілген. 15 адам жансақтау бөлімінде жатыр. Олардың 5-еуінің жағдайы өте ауыр. Алдын ала мәліметке қарағанда Гүлстан шаһарындағы базардың ортасында орналасқан дәмханада газ баллоны жарылған. Артынша өрт шығып, сол маңда жүрген адамдар зардап шеккен. Оқиға түс кезінде адамдар көп жиналған орында болған. Күйік шалғандардың арасында аяғы ауыр 2 әйел бар. Олар шұғыл түрде ана мен бала орталығына жеткізілді. Оқыс жағдайға байланысты қылмыстық іс қозғалды. Үкіметтік комиссия құрылып, оқиғаның себебі анықталып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымында әлемнің ақш бастаған 91 елі Ресейден украиналық балаларды қайтаруды талап ететін резолюцияны қолдады. Дауыс беру бас ассамблеяда өтті. Қарар жобасын Украина, Канада және Еуропа одағы бірлесіп жасаған. Мәскеу оны қолдамауға үндеді. Соған қарамастан құжат басым көпшілікпен мақұлданып отыр. Киевтің мәлімдеуінше, Ресей ондаған мың баланы өз жеріне немесе оккупацияланған территорияларға алып кеткен. Алайда Кремль ол жеткіншектерді қарулы қақтығыстар қаупінен қорғау қажеттігін мәлімдеп келеді. Жалғастырамыз. Израиль алдағы күндері Мысыр мен арадағы Рафах өткізу пункті ашатынын мәлімдеді. Нәтижесінде талай палестиналық Газа секторынан кетуге мүмкіндік алады. Айта кетсек, 2 жылдық соғыста Газа аймағы блокадада болды. Сондықтан мыңдаған адам емделу үшін өзге елдерге бара алмады. Дегенмен Израиль ескерткенде, егер Хамас кепілдігіндегі адамдарды түгел босатпаса, Газадан шыққан палестиналықтар секторға қайтып кіре алмайды.
Ал Еуропалық одақ Қытайдың сирек кездесетін металдарына тәуелділіктен арылмақ. Сол үшін Еуропалық комиссия 3 миллиард еуро бөліп аса маңызды шикізат материалдарын өндіріп өңдеуге бағытталған стратегиялық жобаларды қаржыландырмақ. Және келесі жылы Еуропалық маңызды шикізат орталығын құруды жоспарлап отыр. Осы ретте Еуродағы орталық Азия елдерімен әсіресе Қазақстанмен ынтымақты күшейтуге мүдделі. Себебі жасыл энергияны дамыту үшін Еуропа елдері сирек кездесетін 34 металға зәру. Оның 21-ін біздің ел өндіріп өңдеп отыр. Қазақстан көптеген аса маңызды шикізат материалдарының отаны. Сіздерде батарея жасауға қажетті литий, болат, сымдар мен турбиналарға керек никель. Басқа да сирек кездесетін металдар көп. Сәуірде өткен Еуроодақ орталық Азия саммитінде біз Global Gateway стратегиясы аясында аймаққа 12 миллиард еуро инвестиция бөлуді жарияладық. Маңызды шикізатқа қатысты жобаларды қаржыландыру үшін 5 миллиард еуро Қазақстанға бағытталады. Ел жаңалықтарымен жалғастырамыз. Ұлытау облысындағы ауыз судың сапасы нашар. Өкімет өзекті мәселені шешуге 1,8 миллиард теңге бөлді. Қаражат президенттің тапсырмасы аясында Жезқазған қаласының шаруашылық ауыз су тазарту құрылыстарын жаңғыртуды аяқтауға бағытталған. Айта кету керек, қазір жұмыс істеп тұрған кешен 1966 жылы пайдалануға берілген. Жабдық 90%-ке тозған. Сондықтан нысанда ұзындығы 4 шақырым инженерлік желілер тартылып, трансформаторлық қосалқы станциялар мен тарату құрылғылары салынып. Ауыз суға арналған 4 резервуар жаңартылмақ. Өкімет резервінен бөлінген қаражат нысанның құрылыс монтаж жұмысын аяқтап, 2026 жылы жоспарлы пайдалануға мүмкіндік береді. Өзге де ақпарат, Ақтөбедегі Әлия іздеу жасағы 35 жылға жуық уақыт ішінде екінші дүниежүзілік соғыста хабарсыз кеткен 3000 сарбаздың сүйегін тапқан. Бүгін топ мүшелері мен әскери патриоттық клуб өкілдері белгісіз сарбаз күніне орай батырлар ескерткішіне келіп тағзым етті. Іздеу жасағы негізінен бұрынғы әскери қызметкерлер мен еріктілерден құралған. Олар жыл сайын Ресейге экспедициялар ұйымдастырып, қазақстандық жауынгерлердің сүйегін іздейді. Нәтижесінде осы уақытқа дейін 120 сарбаздың аты жөні анықталып, ұрпағына хабарланған. Бүгінгі шараға әскери борышын өтеп жатқан сарбаздар да қатысты. Біз үшін бұл өте маңызды. Белгісіз солдат соғыс кезіндегі еске алу күні. Үйге қайтпаған әскерлеріміз, осы Қазақстан еліміз, жеріміз қорғаған солдаттар, үлкен әскерлерімізді еске алу күні. Сол үшін біздер өте маңызды. Еліміз үшін, Қазақстан жеріміз үшін. Ал Атырау облысы Индер ауданында Табылды Досымовтың 60 жылдығына орай 60 гитарашы бір мезетте ән шырқады. Қазақтың тұңғыш бард ақыны туған өңірде оның әндерін орындау дәстүрге айналған. Мұнда әрбір екінші жас гитара тартып, Табылды шығармаларын нақышына келтіре орындайды. Өнерге құштар жастар қатары жыл сайын артып келеді. Бұл жолы осы дәстүрдің жалғасы ретінде жерлестері ақынның ескерткішінің жанында бас қосып, маңғыстаулық шайыр Светқали Нұржановтың сөзіне жазылған Табылды Досымовтың «Сәйгүлік» әнін әуелетті. Спорттан тағы бір ақпар. Ертең 2026 жылы өтетін футболдан әлем чемпионатының жеребе тарту рәсімі өтеді. Вашингтонда болатын спорттық шараны Қазақстан ұлттық телеарнасы сағат 22:00-де тікелей эфирде көрсетеді. Шахандық дода қатысушы ел санымен есте қалмақ. Нақтырақ айтқанда Аладоп мәсекесінде 48 елдің командасы бақ сынайды. Біріншілік жаңа ереже бойынша ұйымдастырылады. Жеребе бойынша 4 командадан тұратын 12 топ жасақталады. Әр топтан бірінші және екінші орын алған командалар автоматты түрде плей-оффқа жолдама алады. Қалған 8 жолдама үшінші орын алған және ең көп ұпай жинаған ел құрамасына бұйырады. Ойындар Канада, ақш және Мексиканың 16 қаласында өтеді. Чемпионат 11 маусымда басталып, 19 шілдеде аяқталады. Матчты Қазақстан және Қазспорт телеарналары тікелей эфирде көрсетеді. Әзірге айтарымыз осы. Ендігі шығарылым 13:00-де бізден ақпарат күтіңіз.